Мына Нұрлан Сабуровты айтам да. Яри стендапер ғой енді. Әңгімеге тойып алған енді. Общение деген күй жоқ енді. Бізде де шайдың қағазы емеспіз. Бізде де кеше туған бала емеспіз. Пресс-конференцияде жәләп стендапермен бурно общение істемейміз ба? Бәрі кім үшін? Бәрі халық үшін. Халық үшін неге жасамасқа? Нұрлан, родной, давай бір ау дешейші құттай. Халық үшін ғой, Қазақстанға күн сайын келіп қалып отқан жоқсың. Енді келіп қалдың Қазақстанға, родной, 50 жылға дей ма? 50 жыл деп айтпақ қояйын, енді Құдай сақтасын, шаруаның шешілсін, бәрі жақсы болсын. 50 жылға анда кіре алмайды, короче. Шаруаның шешілсін, бәрі жақсы болсын, өзіміз қазақ бауырымызсың ғой. Қазақстандасың ғой енді, родной. Давай бір халық үшін бір қызық бірдеме істеп жүрейік та. Чисто стендапер отырады, әңгімені тықасын, мен трэш-токер, әңгімені өлтіреміз ғой екеуміз екі жақтан отырып. Халықты қуантып жүрмейміз, настроениесін көтеріп. Давайте, достар, комментарийда жазып жіберіңдер. Интересно ма вообще? До боя, если бой бәрі состоять ететін болсақ, бәріміз де нормальный ақша істеп аламыз. Халық та мәз, біз де мәзбіз. Мұхитты енді сөзбен жеңіп тастадық енді. Ол сөйлей алмайды, білесіңдер ғой қасқаны. Сөзге жоқ, жылайды сразу. А мынау мұхит емес. Мынау кәдімгі деген дыр ғой. Былай әкеп береді да әңгімені. Короче, мен де жеңілмеймін. Халық үшін істеп бергім келеді. Қызық маған сол. Сол подкаст или пресс-конференция самому интересно, есть же. Стендапер как себя поведет, есть же. Трэш-токердің алдында. Давайте, достар, жазып жіберіңдер.